Ассалаумағалейкум. 5-ші сабағыма қош келдіңіздер. Өткен сабақтар ұнады деп ойлаймын. Көңілдеріңізден шығып жатыр деп ойлаймын. Таксы регистрацияны жасап, барлығын жасап болған болсаңыздар, енді алғашқы $100 салуды бастайық. Мен сіздерге айтайын, көп ақша салмаңыздар. Бізде цель аз ақшадан ақшаны жоғалтпауды, қалай стабильно табуды үйрету мақсатымыз. Ол сіздер ойлауларыңыз мүмкін $100 бір аз цент таптым деп жоқ. Сіз бірінші $100 айына $50 жасай алмасаңыз, $40, $50, сіз $1000 $500 жасай алмайсыз стабильно, соны ұмытпаңыз. Сол себепті аз-аздан үздіксіз, давайте $100 мен қол үйретеміз. Менің тәртібім сол, $100 мен ғана бір ай қол үйретеміз. Енді алғашқы $100 біз қалай саламыз ақшаны, қалай шешеміз, сол туралы сабақ өтейік. Так, Binanceға кіреміз, главное деген жерге кіреміз. Соның ішінде үш сызықты басамыз, бағанағы үстіндегі тұрған үш сызық көріп тұрсыздар ғой. Сол жерде P2P деп тұр. P2P міне рекомендацияның астында тұр. P2P-ді басамыз. Кейін қазір нет, я новичок, да, у меня есть опыт. Бізде опыт бар деп жаза берейік. Жауап саламыз. Так, мына жерде купить деп тұр, продать деп тұр. Енді бұл затқа өте мән беріңіздер. Сотталып кетулеріңіз де мүмкін. Дұрыс жасамасаңыздар, өйткені таза емес ақшаларды айналады. Крипто болғаннан кейін неше түрлі заттар айналады. Сол себепті біз білуіміз керек, от первого лица, бірінші лицодан алуымыз керек, бірінші лицоға сатуымыз керек. От третьего лица болмайды. Ол дегеніміз сіздің Binance'ыңыз Айгүл, мысалы өз атыңызда Каспийіңізді Айгүл болу керек, немесе народныңызды Айгүл болу керек. Binance'ыңыз Айгүл, бірақ Каспийіңіз мақсат болса, ол уже нелегально болып саналады. Сол себепті осы затқа өте қатты мән берейік. Енді кезекте мұны купить, продать. Біз сатып алайын деп жатырмыз. Мына жерде USDT тизер біздің жұмыс жасайтын доллар электрондық. Бұл да крипто негізі. Сумма дегенге жазамыз. $100 примерно енді 55 мың теңге ғой жобасы. 55 мың теңге деп жазамыз. Мына жерге 55 мың теңге деп жазамыз. Оплата дегенге қандай банкымен төлейін деп жатсыздар. Ең қолайлысы Каспий әрине. Көбісінде Каспий ғой. Подтвердить Каспий таңдаймыз міндетті түрде. Мына жерде көріп тұрсыздар. Free Wheels дейма. Домалақ болып тұр, мынандай қоңырмен көрдіңіздер ғой. Сол бізде мерчант. Мына жерде сделки деп тұр. 2663 сделка жасапты. 98 мындай лайк болып тұр. Ол жақсы. Бірақ мынау жаңа аккаунт болғандықтан бауырымдікі доступ ограничен. Таксына Эрик Леон деп тұр екінші. Бұдан алмаймыз. Бұл мерчант емес. Көрдіңіздер ғой. Бұл мына 114 ақ сделка жасаған. Мерчант несі жоқ, статусы жоқ. Біз сол себепті кім екен, не екен білмейміз. Асқа қарай түсеміз. Так, бізде мынау жаңа аккаунт болғандықтан мына жерде көп мерчанттарға доступ ограничен. Түсініп тұрсыздар ғой да? Сол себепті мысалына 548-ден алуға болушы еді. Мына жерде 1035 сделка жасапты. Асақпай деген. Желательно алған кезде ештеңе қылмайды, сатқан кезде апасына да. Негізі бұлай жасауға болмайды. Мысалы маған 648 өзіме ыңғайсыз да, сол себепті мен надан ала берем. Бірақ та әркім өзінің рискісіне қарап жасайды. Асақпай деген 555 1000 сделка жасапты. Қазір тексеріп аламыз. Купить. До КЗТ, до USDT деп тұр. Біз до USDT-ні таңдаймыз. Бізге доллармен керек, $100 керек. Мына жерде вы платите 55 556 теңге. Каспий банк. Анау мерчант болыпты жақында. Асақпай міне. Разместит ордер. Так, міне бастық. Перевод через Каспий банк. Вы платите 55 556 теңге. Жаргозаев, Біржан. Номер банковский счет. Каспий. Отделение Біржанды. Рус. Имя вашего аккаунта. Руслан Абдылқасым Мұхаммеджан. Біздің аккаунттың аты. Так, біз номер банковский счета дегенді басамыз. Копировать еттік. 55 556. 55 556 теңге жібереміз. Каспий банк. Каспийға кіреміз.
мына жерде Каспийді запись экраны жасалмайды. Өшіре тұрам. Так, Каспийға кіреміз. Клиенту Каспий, картаны таңдаймыз. Ставить. Биржанды наған кіреміз. 55556. 55556. Перевести. Подтвердить. Сосын бағанағы чекті поделиться дейміз да, WhatsApp-пен өздеріңіздің бір таныстарыңызға жіберіңіз. Еркішқа жіберейін. Бір таныстарыңызға жібересіздер. Өйткені қазір Каспийда скриншот жасалмайды, сол себептен біреуге жібересіздер. Міне жерде бауырымызға жіберіпті. Міне скрин жасап аламыз. Binanceға кіреміз. Загрузить подтверждение оплатаны басамыз. Я произвел. Плюсті басамыз. Выбрать изображение. Разрешить полный доступ. Міне 55560 теңге. Оплаченаны бастық. Чекті жібердік. Мына жерге жазып жүрсек болады. Здравствуйте. Вы тут. Оплатил. Болды, біз ақшамызды жібердік. Енді бізге USDT түседі. Доллар түсу керек. Енді қараңыздар. Міне түсті. $100 сразу түсті. Көрдіңіздер ғой. Перейти к активам басамыз. Перейти в кошелек. Енді активы дегеннің басамыз. Ең астында тұр. Активы дегенге кіреміз. Міне BTC деп тұр. Соны біз неге ауыстырамыз? USDT-ға ауыстырамыз. Міне $100. Обзор деген бізде общий обзор. Ақшамыз тұрған жер. Пополнение деген ол біздің типа холодный кошелек. Спот деген ақшаны осы жақта сақтасақ та болады. Пополнение сақтасақ та болады. Ал фьючерс деген біздің жұмыс жасайтын жеріміз. Түсінікті ғой да? Ақшаны аудардық. Түсті. Енді сататын кезде қалай істейміз? Бағанағындай үш сызықты басамыз. P2P. Тура сол жасаған движение. Бірақ продать дегенді. Продать деген сумма қандай банкке сізге түсігенін қалап тұрсыз. Тура бағана қалай жасадық, соның обратный варианты. Түсіндір алдым ғой. Осылайынан ақшаны алып сатамыз. Пайдамызды осы жерден сатамыз, аламыз. Жалпы түсінікті айттым деп ойлаймын. Енді біз $100 көп салғызбаймыз. $100 көп салса, біз жауапта бермейміз. Өйткені сіз қол үйретуіңіз керекті міндетті түрде. Бізде стратегияда минус жоқ реально. Түсінген адамға, жасай алған адамға, мысалы $100 мен жасалып жатқан аз пайда алгоритм, сол $1000 да, $5000 да, $10,000 да қолдансаңыз болады. Бірақ та біз $100 мен бірінші қол үйретіп алуымыз керек. Мен өзім қалай жасап жүрмін, не білем, соны как есть сіздерге қолымнан келгенше айтып жатырмын. Міне, пополнениеде $100 тұр, регистрациямыз жасадық, ақшамызды салдық. Енді Құдай қаласа, осының барлығын бір жақсылап қайталап, миыңызға қондырып алыңыз. Құдай қаласа 6-шы сабақ бізде уже стратегия басталады. Қош сау болыңыздар.